осы жетісу өңірінің үлкен бір күйшісі болып есептелінеді. Субанқұлдың күйлері шынын айтқанда мына көбісі теріс бұрауда. Бұл өзі атақты күйші болған, бірақ Қожеке мына өте дәулетті үлкен жерден шыққан адам болатын болса, бұл кісі қарапайым, сол жаңа шағын дәулеті бар, өзінің жаңа қолөнер кәсібімен күнін көріп жанын баққан кісі болған ғой. Сондықтан бұл кісінің атағы кезінде көп шыға қоймаған. Бірақ күйлері өте көп. Бұл да көп тақырыптарға жаңағы неше түрлі күй шығарған. Бұл кісінің яға Сыбанқұл Қалбасұлы дейді. Бұл кісінің баласы Шіде деген екі көзі көрмейтін соқыр кісі болған екен. Зағим. Сол Шіде арқылы Сыбанқұлдың күйлері жеткен. Шідені біздің әкеміз көріпті. Ол да жаңағы өрімше, жаңағы ағаштан неше түрлі жаңағы түйін түйетін шебер адам болған. Сол екі көзі көрмесе де, кәдімгі Шөже деген атақты ақын бар ғой, қазақтың. Ол да көрмеген, бірақ бәрін сезіп біліп отыратын болған ғой. Сол сияқты бұл кісі соның бәрін сезіп біліп отырады екен. Өз қолынан домбыра жасайды, соның жаңағы күйлерін тартады. Көзі көрмесе де, ертеректе сол көзі сау болған, бірақ кейін келе сол көрмей қалған ғой. Бұл Сыбанқұл осындай үлкен ірі жетісу күйлерінің өкілі болып табылады. Бұл кісінің Сыбанқұлдың күйлерінің құрамында көптеген күйлер осы біздің әкейдің орындауында көпшілікке жетті. Ал енді Сыбанқұлдың күйлерінің ішінде мен жаңа салды қашты Сарыөзен деп тұр ғой. Иә. Салды қашты Сарыөзен. Бірақ осы күйдің атында кейде былай, кейде алай айтып жүрді. Енді біздің әкей кейде айтушы санды қашты Сарыөзен. Өзен деген көп қой, Сарыөзен деген. Мысалы, барлық жерде де, кішкене бір өзенде де Сарыөзен дейді. Мына өздері, мына Шықшытай жерде деген жерде не көп, өзен көп. Таудан сарқырап ағатын төмен қарай құлдилан. Сондай бір өзеннің біреуі Сарыөзен аталған көрінеді. Оны Сарыөзен деп атағаны үлген сап-сары болып лайланып жатады, тасып жататын өзен болған. Сол жаңағы бір күні Сыбанқұл өзен тасып өткен болу керек, соның артына кейін күндіз таңертеңгісін ертемен сол өзенді жағалап келе жатса, қолында домбырасы жаңағы. Бірақ ол күн күйшілердің бәрі домбыра тастамайды ғой. Келе жатса жаңағы түнде ғанада ма, сонда керемет бір қатты тасқын жүрген өзенмен. Тау жаңағы дәу керемет үйде одан кіші тастардың бәрін домалатып, орындарынан қозғап кеткен сондай тасқын. Сол тасқынды көріп, өзеннің соңғы төменгі жағынан бастайды, алдын мына жайылма жағынан бастап, яғни бәрі өрлік келе жатқанда, бір бала жауығып, ассалаумағалейкум дейді. Ана Сыбанқұл үндемейді, бетінде бір қарайды да, жаңағы домбырасын жайлап алғанда тартып жүре береді. Біраз жерге ана бала тағы ассалаумағалейкум ақсақал дейді. Үндемейді, домбыраны тартып жүре береді. Жаңағы онда биік таудың бір деңгейіне шыққан кезде ана кісі тоқтады. Уалейкум ассалам дейді. Сыбанқұл. Ата, мен сізге өзеннің төменгі жағында салам беріп едім. Мынау басына шыққанда уалейкум ассалам дегеніміз. Сәлем зор қалдыңыз да бүйті ғой. Қарағым-ай деді, мынау Сарыөзенді көрдің бе деді. Мұның Сарыөзен керемет түнде бір тасыпты. Осының алдында қандай еді, қазір қандай. Осы Сарыөзеннің мынандай сандықтай тастарды алып қашқан мына керемет ағысын көріп, мен көңіліме бір күй келіп қалды да, мен сол күйді тартып, күйімнің асты сандық ашты Сарыөзен. Осы күйді жаңағы мен саған уалейкум ассалам десем, күйден жаңылар едім. Күй бұзылып кетіп шығара алмай қалар едім. Мына күйді бастан аяқ түгел тартып шықтым, жадымда сақталды, уалейкум ассалам дегенім сол. Соң енді неде, бұл жерде ешқандай шетпелік қағылмайды. Осында жаңа төгілтіп тартып отырады. Содан жаңағы күйдің динамикасы бірте-бірте қатты дамып отырады. Ары қарай. Өйткені ана тасқынды, томалаған тастардың бәрі бар ғой. Тартылып келеді, ең соңында күйді тыңдасаңыз. Ары қарай ана тасқын баяулап барып, жайылмаға шыққанға дейінде сондай бір музыка табиғи көріністер музыка тілімен, күй тілімен әдемі беріледі. Сөйтіп әдемі беріледі. Бұл енді өзі бір бұл күйді былай келістіріп, жақсылап, оркестрге түссе де, басқа жаққа түссе де жақсы болатын дүние.
жақсы.